Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте пайдалы, өте дәмді, жұмсақ болып шығатын бауырдан жасалатын торттың рецебімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін менімен бірге болып, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Бауыр тортын жасау үшін бізге бауыр қажет болады. Менде жылқының бауыры, сиырдың бауырында қолдануға болады. Мен бауырды осылай видеода көрсетілгенде ұсақтап турап алып, блендердің көмегімен езіп шықтым. Егер сізде блендер болмаған жағдайда, сіз ет тартқышпен, яғни мясорубкамен өткізіп алсаңыз болады. Бауырымызды блендердің көмегімен езіп болдық. Енді олардың үстінен 2 дана жұмыртқамызды қосамыз. Дәміне қарай тұз бен қара бұрышын қосуды ұмытпаңыздар. Келесіде бізде сүт және де ұн, екеуін қосып болған соң тағы да блендердің көмегімен езіп аламыз. Бауыр тортының массасы қатты сұйық немесе қатты қою болуының қажеті жоқ. Орташа қоюлықта болса жеткілікті. Ол үшін қатты сұйық болып кеткен жағдайда біз ұн қосамыз. Қатты қою болып кеткен жағдайда сүт қосып, өзімізге керекті массаны дайындап алуымызға болады. Қызып тұрған табамызға аз мөлшерде май құйып аламыз және массамыздан 1-2 ожау құйып дөңгелек формаға келтіріп аламыз. Бауырымыздан осындай майда көпіршіктер пайда болған кезде біз келесі бетіне ауыстырамыз. Келесі беті тез пісіп қалады. Негізінде бұл бауыр өте тез пісетін ет. Қалған массалармен де осылай видеода көрсетілгендей дөңгелек формаға келтіріп, осылай қуырып пісіріп аламыз. Бұл тез пісіп қалады.
Бауыр құймақтарымызды пісіріп болған соң, енді олардың арасында қосатын салмасын дайындаймыз, яғни начинкасын. Ол үшін қызып тұрған табаға аз мөлшерде май құйып аламыз. Және де үкіштен өткізілген сәбіз бен пиязымызды жақсылап піскенше қуырып аламыз. Салмасына да дәмдеуіштерді қосуды ұмытпаңыздар. Мен тұз, қара бұрыш және паприка қостым. Енді тортымызды жинауға кірісеміз. Тарелкамызға бауырымызды қоямыз. Олардың үстінен қаймаққа көкшөп пен чеснокты араластырып жағамыз. Негізі қаймақтың орнына майонез қолдануға болады, бірақ мен қаймақты қолдандым. Қаймағымызды немесе майонезімізді жағып болған соң, олардың үстінен қуырылған салмамызды саламыз. Осылай видеода көрсетілгендей тортымызды жинап шығамыз.
Ең соңында тортымыз әдемі болып тұру үшін мен оған піскен бір жұмыртқаны үкіштен өткізіп бетіне сеуіп шықтым. Біздің бауыр тортымыз дайын, жасалуы өте оңай. Әсіресе бұл тортымыз біздің денсаулығымызға өте пайдалы, өте дәмді болып шықты. Сіздерге жасауға кеңес беремін. Менің отбасымның көңілінен шықты. Сіздердің де отбасыларыңыздан көңілінен шығарына сенімдімін. Жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін, видеоның соңына дейін менімен бірге болғандарыңыз үшін сіздерге үлкен рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Арайлым.